Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен көркем жазу сабағының 7-ші сабағын өткелі отырмыз. Бүгінгі 7-ші сабақта біз У, О және Ö әріптерін көркем жазып үйренетін боламыз. Барлықтарыңызға сәттілік. Бірінші У әріпін жазып бастаймыз. Бұлар барлығы дауысты дыбыстар. У әріпін жазу үшін жазу жолақшамыздың үстіңгі бөлігінен көлбеу түсуді жағалай отырып төменге қарай түсеміз. Оңға қарай имек жасаймыз. Келесі үстіңгі жолақшадан төменге қарай көлбеу түсуді жағалай отырып төменге қарай түзу түсіреміз. Бау байлаймыз. Келесі екі ашық тастаймыз. Дәл солай У әріпін жазамыз. Тағы да екі ашық тастаймыз. У әріпін жазамыз. Көріп отырсаңыздар, барлық үш әріпіміздің де біздің жазылу үлгісі бір-біріне ұқсас. Тек қана біреуінде бау байлаймыз. О әріпінің белін сызамыз. Енді келесі О әріпін жазамыз. Дәл солай үстіңгі бөлігінен төменге қарай көлбеу түсуді жағалай отырып төмен түзу түсіреміз. Оңға қарай имек жасаймыз. Келесі жазу жолақшамыздың үстіңгі бөлігінен төменге қарай көлбеу түсуді жағалай отырып түзу түсіреміз. Оңға қарай көтереміз. Жоғары қарай және белін сызамыз. Келесі екі ашық тастаймыз әдеттегідей. Әріпін жаздық. Тағы екі ашық тастаймыз. Енді Ö әріпін жазамыз. Дәл солай үстіңгі бөлігінен бастаймыз жазу жолақшамыздың көлбеу түсуді жағалай отырып, оңға қарай имек жасаймыз. Келесі тағы жазу жолақшамыздың үстіңгі бөлігінен төменге қарай көлбеу түсуді жағалай отырып түзу түсіреміз. Оңға қарай көтереміз. Бұл біздің Ö әріпіміз. Келесі тағы да екі ашық тастаймыз. Көтереміз. Әрбір әріпті жазу жолақшамыздың соңына дейін көркем ережені сақтай отырып жазып шығамыз. У әріпіне мысал жасайық. Мысалы, ту. Әріпін жазу жолақшамыз жағалай отырып төмен түзу түсіреміз. Екінші тармағын жасаймыз және үшінші тармағын жасаймыз. Қолын созамыз міндетті түрде. Келесі әріпті біріктіру мақсатында. Келесі У әріпі. Ту. Бұл жерде бізде У дауысты дыбыс, Т дауыссыз дыбысымен қатар келіп тұрғандықтан бұл У дауысты дыбыс. Келесі О әріпіне ошақ сөзін жазайық. Ошақ. Қолын созамыз келесі әріппен біріктіру мақсатында. Әріпін қолына біріктіре отырып саламыз. Ошақ. Келесі үтік сөзін жазайық. Барлық сөздердің арасына екі ұяшық тастап отырып жазамыз. Біздің жазуымыз әдемі, көркем болу үшін. Қолын созып, бір-біріне әріптерімізді байланыстырып отырамыз. Сәттілік баршаңызға.